وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. Бұл ай сабыр ай дейді. Қандай сабыр? Нәпспен күресу, қарынға сабыр қылу, аштыққа сабыр қылу, сусыздыққа сабыр қылу, бәріне сабыр қылу дейді. Сабырдың сауабы жәннат дейді. Ва шахрул муасат ва шахрун юзаду фи ризқил муъмин дейді. Бұл ай муасат ай, яғни қамқорлық ай. Бұл муъминдерді ойлай, жетім жесірлерді ойлайтын ай, кедейлерді ойлайтын ай, муасат ай. Тағы фи юзаду фи ризқил муъмин. Осы айда мұсылман адамның ризығын көбейтетін ай Алла тағала. Мұсылманның ризығы көбейеді, мұсылманның ризығын арттыратын ай дейді. Мән фаттара фихи саиман кана мағфиратан лидунубихи. Кім бір мұсылман ораза адамдың аузын аштырса дейді, ифтар берсе, ол сол адамдың оразасына ортақ болады дейді, істаған сауабына дейді. Кім бір мұсылман адамды аузын аштырса, ифтар берсе, субханаллах, бір адамды ифтар берсе, сол адамдың оразасының сауабына ортақ болады дейді.